Ағзаны шлактан қалай тазалауды білесіз бе? Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалып қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады, бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ немесе тым арықтау, бұлшық ет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иіс шығу, тілдегі ашық немесе сары дақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі, шектегі өзгеріс, қатты терлеу және жағымсыз иіс, мезгілдік ауырлық, бейімділік, ұйқысыздық, мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ағзаны тазартудың тәсілі әртүрлі. Ашығу, шырын диетасын ұстану, емдік шөптен қайнатындысымен асқазан ішекті шаю, клизма, тағысын тағылар. Бірақ біз ол жайлы айтқалы отырған жоқпыз. Ағзаны тазартудың пайдасы қандай? Медицинада бұл жайлы не айтылады? Біз осы сұрақтардың жауабын іздеп көрген едік. Қызықты да, пайдалы, тіпті тосын, әр адам біліп жүруге тиіс жайларға қанықтық. Оны оқырманның да біле жүргенін жөн деп санаймыз. Деректерге сенсек, адам 20 жастың өзінде күнделікті ас арқылы ағзасына 4 килодан артық түрлі қалдық жинап үлгереді екен. Енді 70 жыл бойы ағзасын тазартпаған адамның қанша кило қоқыс арқалап жүретінін есептей беріңіз. Әр жыл өткен сайын оның ағзаны іштен улай түсетінін ескерсек, аурудың қайдан келетінін түсінікті болады. Ал бұл қалдықтар қайда жиналатынын білгіңіз келе ме? Адам басында қалдықтар шырышты, сұйықтық түрінде жиналады екен, ал тоқшек қабырғаларында қоңырғай түсті, қатқыл тас, бүйректе құм болып түзіледі. Бауыр, қараталақ, қан, лимфа бездері, тамыр қабырғаларына да қақтан кенде қалмайды. Соңғы аталған ағза мүшелеріндегі қоқыстар жағымсыз иіс бөледі. Қалдықтар көбейген сайын ағза мүшелері жұмысында қиындықтар туындайды. Осы қалыпсыздық салдарынан адамды түрлі ауру айналдырады. Сондықтан белгісіне қарай қалдықтың қай тұста көбірек екенін анықтап, оны жүйелі түрде тазартып тұрғанның пайдасы өте көп. Енді осы жағына тоқталайық. Бірінші, ішекті тазалау. Мамандар ағзаны қалдықтардан құтқару үшін алдымен ішекті тазарту керектігін айтады. Өйткені ішек қарын жолы адам ағзасындағы тазартудың басты жолы. Медицинада тарихында ішек пен қарыннан 4,5 килоға дейін қалдық шыққан кездер болған. Ішек қабырғалары қақтан тазарған соң адамның тұтынған астағы витамин минералды молынан сіңіре бастайды. Ас қорытылуы жақсарады, содан иммундық жүйенің көтерілуі, сергектік, бойдағы жеңілдік, қимыл қозғалыстың жеңілдігін екінші күн-ақ айқын сезіне бастайсыз. Адам реңі тазарып, тері түсінің жасаруы, кейбір жақтардың майда әжімдердің жойыла байқалады. Шаш пен тырнақ, тіпті тіске де оның пайдасы көп. Ауыздағы жағымсыз иіс жойылады. Екінші, бауырды тазалау. Екінші кезек бауырдікі, оны тазалау қанды тазалаумен тең. Бұл әдіс майда қан тамырлар қабырғаларында қақтан арылтады, яғни холестерин түйіндері жойылып, қан айналымы жақсарады. Қан тазарып, айналымы ретке келген соң, жарым-жартылай жұмыс жасап жатқан клеткаларға жан бітеді деген сөз. Алғашқы сәтте-ақ терідегі түрлі қоңырқайдақтар, кейбір безеу бөртпе жойылады. Өзіңізді жеңіл тыныққандай сезінесіз. Күш-қуаттың артуы, белсенділіктің, көңіл-күйдің көтерілуі өмірге жаңадан келгендей әсер береді. Үшінші, бүйректі тазалау. Ендігі кезек бүйрекке бұйырсын. Оны тазартау ағзадағы су тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Артық тұздың зәрмен шығып кетуі де бүйрек жұмысына байланысты. Ал бүйректің қоқысқа толуы ағзадағы су іркіліп, көз айналасы, аяқ-қол, мықын буындары ісік белгісімен білінеді. Қан қысымы да бүйрек қызметіне қатысты. Үздіксіз шаршау, еңсені көтере алмай өзіңді ауыр сезіну осының белгісі. Осы қалыпсыздықтан құтылсаңыз, қысым қалыпқа келіп, бас ауруы тоқтайды, ұйқыңыз жақсарады, сергектік сезіледі.
Төртінші, буындарды тазалау. Буынға негізінен тұз жиналатыны мәлім. Содан оның сықырлауы, қақсауы, иіліп бүгілудің қиындығы басталады. Белім кілт ете қалды әдеті де, яғни радикулитте буындарды тазартқан соң келмеске кетеді. Бүкіл ағзадағы рахат, бір жеңілдік жайлық пайда болады. Бесінші, қан тамырларын тазалау. Бұл ағзаны тұтастай жаңарту мен жасартудан жинақталады. Содан тамырлар тарылып, айналым реті бұзылады. Ол қан қысымы, жүрек қауіпсіздігі, бүйректің созылмалы сырқаты, созылмалы шаршауға себеп, өзге де мүшелерінің жұмысын бұзады. Ал тазартқаннан кейін қанның айналымы ретке келіп, әрбір клетка жұмысы жақсарады. Осыдан кейін ағза жұмысы жанданып, көптеген жайсыздықтар, кейбір ауру сырқау түрлері мүлде жойылады. Ол әсіресе жүрекке пайдалы. Шаш, тырнақ, тіс, сүйектер бекей түседі. Өйткені олар клетка жаңаруы мен қан арқылы жеткен барлық витаминді жақсы сіңіретін болады. Міне, ағзаны тазартудың осындай пайдалы тұстары көп. Бірақ оны міндетті түрде медициналық мекемелерде маман дәрігерлердің бақылауы және қадағалауымен іске асыру керек. Адамның жасы, денсаулық жағдайына байланысты тазартудың түрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін екенін де ескертеміз. Сондықтан емнің нақ осы түрінен рұқсаты жоқ мекемелер мен жеке адамдардың көмегіне жүгінбеген жөн. Ағзаны тазартуда да біліктілік пен тәжірибе керек. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дауа арнаса, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.